Сәлем достар, сіздермен бірге мен, Баха, және бүгін Майнкрафтқа обновление шықты. Вот это поворот! Майнкрафт өте қызық ойын. Мен ол ойынды қазіргі күнге дейін ойнап жүрмін. Бірақ сіздер бұлай деуіңіз мүмкін. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Маған осы обновлениядағы шыққан жаңа незеритовый слиток және жаңа броня және жаңа инструменттер өте қатты ұнады. Бірақ оларды крафт ету өте қиын. Себебі біріншіден атқа барып обломоктарды табу керек. Ол обломоктарды табу өте қиын болады. Және оларды золотамен біріктіріп незеритовый слиток жасау керек болады. Және незеритовый слитокты внешний столға салып, және оған тағы алмазный зат керек. Өте оңай, әрине, екі-үш рет. Бірақ сіздер справиться етеді деп ойлаймын. Және осы обновленияда разработчиктар атта егер өліп қалса, атта появиться ететін спаунер жасады. Ол маяк смерти деп аталады. Светящий камендерді салса, бұл типа жизнь болады. Егерде бір рет өлсе, бір светящий камень өледі. Осы обновленияда көптеген блоктар пайда болды. Көріп тұрғандай, ағаштың екі түрі шықты, қызыл және көк. Және тағы да көптеген блоктар шықты. Және жаңадан қара тас деген блок пайда болды. Кирпич, полированный және магнетит. Магнетит өте полезный зат. Себебі оған бір рет компаспен басса, компас сол магнетитқа көрсетеді. Мұндай біреуін үйге қойып қойса, егер адасып кетсеңіз, сол магнетит арқылы үйге қайтан оралуға болады. Конечно же, жаңа мобтар. Бұл страйдер. Страйдер лавада жүреді. Оған блок қойып және удочка арқылы лавада тез жүруге болады. Бұл хоглин, бұл пиглин. Бұлар кәдімгі жерге спаунс еткен кезде осылай зомбиға айналып кетеді. Бұл пиглин, пиглиннің арбалеті және золотой қылышы болады. Және бұл хоглиннің кәдімгі атта жүретін түрі. Егерде пиглиннің қарны ашса, хоглинді жиі алады. Енді көптен күткен аттың өзіне барып көрейік. Түсінбедім. Чота сен адасып кеткен сияқтысың, мейлі. Бұл багровый лес. Және бұның искаженный лесі бар, көк. Мұнда пиглин мен хоглин жүреді. Ал бұл базальтовый долина. Мұнда қаратас, базальт, лава және магма және кубтар жүреді. Міне бұл жердің өзінің эффектісі бар және лава көп. Өте көп. Және тағы да өте көп. Бұл долина песка душ. Мұнда песок душ және сүйек. Және бұнда сүйектер жүреді. Скелеттер. Және көгот. Және мұнда көп деген скелеттер және ең маңыздысы көгот. Көгот екі есе урон кетіреді. Ал бұл жаңадан пиглиндардың строениясы. Бұл типа үйлері или тағы сондай. Мұнда көп деген сундуктар және көп деген пиглиндар бар. Сундуктарда көп деген күшті луттар бар. Және көбінесе золото кездеседі. Себебі золотаны пиглиндар өте қатты жақсы көреді. Ал маған бұл строение особо ұнаған жоқ, себебі бұнда баспалдақтар түсіп қалған, сынып қалған, бәрін блок қойып өзің шығасың. Бауырым, абайла, егер сенің сундук ашып атқаныңды пиглин көрсе, прям аямайды. Және адушы таяйсың. Бұл обновление сендерге ұнады деп ойлаймын, ал менің ойымша бұл обновление мен обзор аяғына келіп жетті. Ұнаса лайк, подписка және коммент қалдырып кетіңіздер. Піс, досыңа да көрсетуді ұмытпа.